Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай кешкі асқа өте дәмді, тойымды, тез дайын болатын керемет тамақ дайындадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Корейский булочки бао деп те аталады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін жылы суымызға тұзымызды, қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Араласқаннан кейін дрожжиімізді салып, ұнымызға құйып, қамыр ашты билейтін боламыз. Міндетті түрде ұндарыңызды електен өткізіп алыңыздар. Жақсылап тұрып қолымыздың көмегімен осылай видеодағыдай қамыр илейтін боламыз. Бұл қамырды 1 сағат, 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Яғни бұл қамырымыз бізде 2 есеге көтеріліп ашуы керек. Енді начинкасына, яғни подливын дайындайтын боламыз. Картошка, пияз, болгар бұрышы, ет, сәбіз және чеснок қажет болады. Кастрюлемізге сұйық майымызды құйып, пиязымызды салып, жақсылап араластырып, қуырып алатын боламыз. Қажетті құрамын описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап жасап көріңіздер. Ендігі кезекте солонка етіп туралған етімізді салатын боламыз. Және де тағы да араластырамыз. Етіміз қуырылғаннан кейін үстіне бұрыштарымызды саламыз. Яғни менде светофор бұрышы сары, жасыл түсін таңдадым. Бұрыштарымызды да солонка етіп турап алатын боламыз. Бұрыштарымыз қуырылғаннан кейін паприка, тұзымызды, қара бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Кез келген дәмдеуіштерлеріңізді қоса берсеңіздер болады. Араластырып қуырылғаннан кейін теркадан өткен сәбізімізді және де чесногымызды салып, тағы да қуыратын боламыз. Картошканы салмай-ақ қойсаңыздар да болады, өте дәмді болып шығады. Менде адам саны көп болғаннан кейін картошканы да қосып жібердім. Енді томат пастасын саламыз. Соевый соус құямыз. Және де чили острый соусынан 1 шай қасық қосамын. Осымен жақсылап араластырып, тағы да қуырып аламыз. Үстіне солонка етіп туралған картошкамды салдым. Ендігі кезекте суымызды құйып, қайнатып алатын боламыз. Біздің қамырымыз ашыды. Енді осы қамырымызды жақсылап тұрып, жайып, домалақ етіп кесіп алатын боламыз. Осылай ұн себелей отырып жаятын боламыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қылып жайып алдым. Мен бұл жерде кесеммен кесіп едім, кесілмеді. Онан кейін осылай өзінің насаткасымен кестім. Осылай домалақ етіп кесіп алғаннан кейін сұйық майымызды жағамыз.
және де осылай бүктеп қоямыз. Мантоваркамызға саламыз. 25 минутта пісіріп алатын боламыз. Біздің тамағымыз осымен дайын. Подливын алып, нанның ортасына салып жесеңіздер болады. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.